60 жастан кейін тамақтану әдеттері денсаулыққа бұрынғыдан да қатты әсер ете бастайды. Жас ұлғайған сайын жүрек пен қан тамырларының жұмысы өзгереді. Бұлшықет массасы азаяды, сүйектер әлсірейді, есте сақтау қабілеті мен ас қорыту жүйесінде де өзгерістер байқалады. Сондықтан күнделікті тағамның құрамына пайдалы өнімдерді қосу маңызды. Солардың бірі жаңғақ. Көп адам жаңғақты жай ғана тіске басар деп ойлайды, бірақ оның құрамында ағзаға қажетті пайдалы майлар мен ақуыз, талшық, дәрумендер мен минералдар бар. Ал 60 жастан кейін күн сайын аз мөлшерде жаңғақ жесеңіз, ағзаңызда қандай өзгерістер болуы мүмкін? Жаңғақ жүрекке шынымен пайдалы ма? Миға әсер етеді ме? Қанша жаңғақ жеуге болады, ал кімдерге жаңғақты абайлап жеу керек? Бүгін осы туралы толық айтып беретін боламыз. Бірақ ең маңыздысын бірдей айта кетейік. Жаңғақ пайдалы болғанымен оны көп жеу одан да пайдалы деген сөз емес. Мұнда ең маңыздысы дұрыс түрін және дұрыс мөлшерін таңдау. Бірінші, жүрек пен қан тамырларына пайдалы. 60 жастан кейін жүрек қан тамырларының денсаулығына ерекше көңіл бөлу қажет. Жаңғақтың құрамында негізінен қанықпаған майлар болады. Бұл майлар дұрыс тамақтанудың бір бөлігі, жүрек денсаулығын қолдауға көмектеседі. Әсіресе жаңғақты шұжық, чипсы, тәтті тоқаш сияқты өңделген тіске басарлардың орнына жесеңіз, тамақтану сапасы жақсаруы мүмкін. Ал кешке теледидар көріп отырып бір уыс чипсы жегеннің орнына аз мөлшерде жаңғақ жеу әлдеқайда пайдалы таңдау. Жаңғақ құрамындағы пайдалы майлар мен қатар талшық, өсімдік ақуызы және кейбір минералдар да бар. Бірақ жаңғақ жүрек ауруын емдейтін дәрі емес. Егер сізде жоғары қан қысымы, жүрек ауруы немесе холестерин мәселесі болса, тек жаңғақ жеуге сеніп қалуға болмайды. Дегенмен, оны күнделікті дұрыс тамақтанудың құрамына қосу жақсы әдеттердің бірі. Екінші, ми жұмысын қолдауға көмектеседі. Жас ұлғайған сайын көптеген адамдар есте сақтау қабілетіне алаңдай бастайды. Кейде біреудің атын ұмытып қаламыз, кейде бөлмеге не үшін кіргеніміз есімізден шығып кетеді. Бұл әрдайым ауыр аурудың белгісі емес, бірақ ми денсаулығына көңіл бөлу маңызды. Жаңғақтың құрамында қанықпаған майлар және антиоксиданттық қасиеттері бар түрлі қосылыстар кездеседі. Сонымен қатар кейбір жаңғақтарда Е дәрумені мен магний сияқты қоректік заттар бар. Олар жүйке жүйесі мен жасушалардың қалыпты жұмысына қатысады. Бірақ мынандай сенім дұрыс емес. Күнде жаңғақ жесем есте сақтау міндетті түрде жақсарып кетеді деген нақты уәде жоқ. Мидың денсаулығына ұйқы, қозғалыс, қан қысымы, қан деңгейі, оқу және жаңа нәрсе үйрену және адамдармен араласу да үлкен әсер етеді. Сондықтан жаңғақ миға пайдалы болуы мүмкін тағамдардың бірі ғана. Үшінші, ішектің жұмысына көмектеседі. 60 жастан кейін іш қату мәселесі жиі кездеседі. Қозғалыстың азаюы, суды аз ішу, көкөніс пен талшықтың жеткіліксіз болуы ішектің жұмысына әсер етуі мүмкін. Жаңғақтың құрамында тағамдық талшық бар. Талшық ішектің қалыпты жұмысын қолдауға көмектеседі және адамды ұзақ уақыт тоқ сезіндіреді. Бірақ жаңғақты жеп алып суды мүлдем ішпесеңіз, мәселе шешілмейді. Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін жеткілікті су ішу, көкөніс жеу, жеміс-жидекті қосу, қозғалу, рациондағы талшықты біртіндеп көбейту маңызды. Жаңғақ осы пайдалы тағамдардың қатарын толықтыра алады. Төртінші, қантты көп жеуді азайтуға көмектесуі мүмкін. Кей адамдар түстен кейін немесе кешке тәтті жегісі келіп тұрады. Печенье, кәмпит, торт немесе тәтті тоқаштарға жиі қол созамыз. Ал жаңғақтың құрамындағы май, ақуыз және талшық тоқтық сезімін ұзақ сақтауға көмектесуі мүмкін. Мысалы, түстен кейін ашығып кетсеңіз, бір уыс жаңғақ пен жеміс жеуге болады. Бұл тәттіге деген құмарлықты азайтуға көмектесуі мүмкін. Бірақ жаңғақты қантқа малынып дайындалған күйде таңдамаңыз. Қант қосылған, карамельденген немесе шоколадқа батырылған жаңғақ кәдімгі табиғи жаңғақпен бірдей емес. Ең жақсысы тұзсыз, қантсыз табиғи жаңғақты таңдау. Бесінші, бұлшықетке де пайдалы қоректік заттар береді.
60 жастан кейін бұлшық ет массасы біртіндеп азаяды. Сондықтан егде жаста жеткілікті ақуыз тұтыну маңызды. Жаңғақта өсімдік ақуызы бар. Әрине, жаңғақ еттің, балықтың немесе жұмыртқаның орнын толық баспайды, бірақ ол күнделікті рациондағы қосымша ақуыз көзі бола алады. Мысалы, таңғы асқа сұлы ботқасының үстіне аздап жаңғақ қосуға болады, немесе йогуртқа жаңғақ пен жеміс қосуыңызға болады. Бірақ тек жаңғаққа сүйеніп, басқа ақуыз көздерін алып тастау дұрыс емес. 60 жастан кейін ағзаға әртүрлі тағам қажет. Балық, жұмыртқа, құс еті, сүт өнімдері, бұршақ тұқымдастар және басқа да ақуыз көздері. 6-шы, сүйек үшін маңызды минералдар бар. Сүйек денсаулығы жас ұлғайған сайын маңызды мәселеге айналады. Жаңғақтың әр түрінде магний, фосфор және басқа да минералдар кездеседі. Бұл минералдар ағзадағы көптеген процестерге, соның ішінде сүйек пен бұлшық еттің қалыпты жұмысына қатысады. Бірақ жаңғақтың өзі сүйекті толық қорғайды деп айтуға болмайды. Сүйек мықты болу үшін кальций жеткілікті болуы, Д дәрумені жеткілікті болуы, тұрақты қозғалыс, бұлшық етке күш түсіретін жаттығулар, теңгерімді тамақтану қажет. Сондықтан жаңғақты сүйекке пайдалы жалпы рационның бір бөлігі ретінде қарастырған дұрыс. 7-ші, құрамында магний бар. Көптеген жаңғақ түрлері магнийдің көзі болып табылады. Магний ағзада өте маңызды қызмет атқарады. Ол бұлшық ет пен жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне, энергия алмасуға және көптеген биологиялық процестерге қатысады. Әсіресе тамақтануы бір сарынды адамдар үшін әртүрлі тағам жеу маңызды. Жаңғақты басқа пайдалы өнімдермен бірге жеу арқылы рационды әртараптандыруға болады. Бірақ аяқ-қолыңыз жиі құрысып, немесе әлсіздік байқалса, оны міндетті түрде тек магнийдің жетіспеуімен байланыстырмаңыз. Мұндай белгілердің басқа да себептері болуы мүмкін. 8-ші, ағзаны антиоксиданттармен қамтамасыз етеді. Жас ұлғайған сайын ағза жасушаларын зақымдайтын әртүрлі процестерге қарсы қорғаныс маңызды. Жаңғақтардың құрамында антиоксиданттық қасиеті бар табиғи қосылыстар кездеседі. Антиоксиданттар ағзадағы жасушаларды тотығу стрессінен қорғау жүйелеріне қатысады. Бірақ бір ғана жаңғақ барлық зиянды әсерден қорғайды деу дұрыс емес. Нағыз пайдалы нәтиже тамақтану болған кезде байқалады. Яғни мәзірде көкөністер, жемістер, бұршақ тұқымдастар, тұтас дәнді өнімдер, балық және жаңғақтар болғаны дұрыс. Әртүрлі тағам әртүрлі қоректік зат деген сөз. Қандай жаңғақты таңдаған дұрыс? Енді ең қызықты сұраққа келейік. Жаңғақтың түрі көп, әрқайсының қоректік құрамы аздап ерекшеленеді. Грек жаңғағы ең танымал жаңғақтардың бірі. Оның құрамында пайдалы қанықпаған майлар бар. Оны ботқаға, салатқа немесе йогуртқа қосуға болады. Бадам. Бадамда талшық, Е дәрумені және басқа пайдалы қоректік заттар бар. Бірақ өте көп жеудің қажеті жоқ. Аз мөлшердің өзі жеткілікті. Жержаңғақ. Жержаңғақ бағасы қолжетімді және ақуызға бай. Бірақ тұздалған, қант қосылған немесе қатты майда қуырылған нұсқалардан гөрі табиғи түрін таңдаған дұрыс. Фундук. Фундуктың құрамында пайдалы майлар мен басқа да қоректік заттар бар. Оны да аз мөлшерде жеуге болады. Кешью. Кешьюдің дәмі жұмсақ әрі жағымды. Ол да минералдар мен пайдалы майлардың көзі. Бірақ барлық жаңғақ сияқты мөлшерді сақтау керек. Ең жақсы тәсіл бір ғана түрін күнде көп жеудің орнына кейде түрлерін алмастырып отыру. Күнде қанша жаңғақ жеуге болады? Жаңғақ өте пайдалы, бірақ калориясы да жоғары. Сондықтан күніне үлкен табақ жаңғақ жеп қоюдың қажеті жоқ. Көпшілік адам күніне шамамен бір шағын уыс, яғни 25-30 грамм шамасында жеткілікті болуы мүмкін. Бұл мөлшер адамның жалпы тамақтануына, дене салмағына және денсаулық жағдайына байланысты өзгереді. Мысалы, салмағын бақылап жүрген адам жаңғақтың мөлшеріне ерекше назар аударуы керек. Өйткені бір уыстан кейін тағы бір уыс жей беру өте оңай. Сондықтан жаңғақты пакеттен тікелей жемеуге тырысыңыз.
Алдын ала өзіңізге кішкентай порция бөліп алыңыз. Сонда мөлшерін бақылау оңай болады. Қай кезде жеген дұрыс? Жаңғақты міндетті түрде белгілі бір уақытта жеу керек деген ереже жоқ. Оны таңғы асқа қосуға болады. Мысалы, ботқаға йогурт, жеміс және аздап жаңғақ қоссаңыз, немесе түстен кейін тіске басар ретінде алма, бір шағын уыс жаңғақ жесеңіз болады. Және салатқа да қосуға болады. Ең бастысы жаңғақтың мөлшерін есте сақтаңыз. Кешке де жеуге болады, бірақ ұйықтар алдында қанша көп жесем, сонша пайдалы деген ой дұрыс емес. Ал енді жаңғақтың пайдасын арттыру үшін не істеу керек? Жаңғақты жалғыз өзі ғажайып тағам деп қарамаңыз. Оны пайдалы өмір салтының бір бөлігіне айналдырыңыз. Мысалы, таңертең құнарлы таңғы ас, күндіз көкөніс пен ақуызға бай тағам, түстен кейін жеміс пен аздап жаңғақ, кешке жеңіл әрі теңгерімді ас, күні бойы жеткілікті су, сонымен бірге күнделікті қозғалысты да ұмытпаңыз. Тіпті жай ғана жаяу жүрудің өзі денсаулық үшін пайдалы. 60 жастан кейін ағзаға ең керегі бір ғана пайдалы өнім емес, ең маңыздысы тұрақты пайдалы әдеттер. Қорытындылай келе, 60 жастан кейін күн сайын аз мөлшерде жаңғақ жеу дұрыс тамақтанудың пайдалы бөлігі болуы мүмкін. Дұрыс тамақтаныңыз, көбірек қозғалыңыз, жеткілікті ұйықтаңыз және денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Егер осындай пайдалы ақпараттар сізге ұнаса, видеоны қолдап арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.